Сәлем баршаңызға. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетіңіздер. Бүгін сіздермен жент дайындайтын боламыз. Алдымен жент туралы толық ақпарат беріп кетейін. Жент дастарханға қойылатын ұлттық тағам. Жент қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын, әрқашан дәмі мен нәрін сақтайтын. Соған орай көшпелі халықтың дастарханынан үлкен орын алған тағам. Тура құрт сияқты. Не керек екен описанияға жазып кететін боламын. Видеоға қарап жасай беріңіздер. Алдымен талқанымызды саламыз. Өздеріңізге керек мөлшерде салып алыңыздар. Менде 3 кеседен аса салдым. Шекерімізді саламыз. Дәміне қарай саласыздар шекерді де. Қатты сұйық болмау керек массамыз, қатты қою да болмау керек. Орташа масса шығу керек. Біз форма жасағанда икемге көнетіндей болу керек. Жент туралы шамалы ақпарат бере кетейін. Жент дегеніміз сөк, сөк тардан алынатын ұнтақ. Одан талқан пайда болады. Одан әрі қарай осылай сары майын, қаласа қантын, қаласа мейізін араластырып жент пайда болады екен. Міне біздің жентіміз дайын болды. Өздеріңіз қалаған формада жасай бересіздер. Мен құрт сияқтандырып жасадым. Әсемдік үшін өздеріңіз қалаған формада жасап ұсына берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жасай кетіңіздер. Сау болыңыздар.